Саусақ жаттығулары арқылы балаларға үй жағдайында қарапайым заттармен қалайша ұсақ қол моторикасын дамытуға болатындығын айта өтейін. Мысалға, мен өз тәжірибемде 4 жасар қызыма барлық бала қызыға жейтін конфеттермен екі қолымен бірдей бір ыдыстан екінші ыдысқа салғызуды, сонымен қатар конфеттен бөлек майда көзді бір түсті моншақтарды дәл солай екі қолмен бірдей жұмыс жасауын бақылау арқылы жаттығуды жүргіздім. Бала бойындағы қабілеттің бастауы мен дарыны саусақ ұштарында. Көптеген жаңашыл зерттеушілер саусақ моторикасын дамытуға түрлі ойындар, саусақ ойындарын сипаттайтын жаттығулар жасату бас миының сөйлеу зонасының қимылын белсендіреді және сөйлеу тілін түзеуге мүмкіндік береді деп тұжырымдаған. Ендігі кезекте мен 9 жасар ұлымның түстері мен пішіндері әртүрлі моншақтарды бір ыдыстан екінші ыдысқа жинақтау жаттығуын жүргізуде мидың екі жарты шары бірдей жұмыс жасауы арқылы қабілетін, дарынын, зейінін шоғырлануына әрі көзінің көргіштігі мен аңғарымпаздығын бақыладым. Балапандарға көңіл бөліп, бірге ойын ойнауға шақырамын.